Сәлем достар, мен Ерғалиева Ақлек 9-шы сынып оқушысы. 9-шы сыныптар арасында шығармашылық сұхбат бейне жобасы ұйымдастырылып жатыр екен. Осыған байланысты мен сыныбымнан өз мамандықтар туралы сұхбат алатын боламын. Мен 9-шы сынып оқушысы Ерланқызы Жанерке. Жанерке, сен болашақта кім болғың келеді? Болашақта дәрігер болғым келеді, адамдарды емдеу менің міндетім деп санаймын. Бұл мамандықты не үшін таңдадың? Медицина адам өміріне тікелей әсер ететін сала болып табылады, және мен ол жауапкершілікті сезінгім келеді. Және де осы мамандық саған не үшін ұнайды? Науқастардың сауығып кеткенін көру мені қуантады және маған күш береді. Сәлем, менің есімім Дмитриев. Мен 9 сынып оқушымын. Бүгін мен өзімнің таңдаған мамандығым туралы. Сен болашақта таңдаған мамандығың қандай? Мен дәрігер болғым келеді, яғни хирург болу жай ғана мамандық емес, ол адамдарды құтқару. Сәлем, менің есімім Амира Қарақат, 9 сынып оқушысы. Қарақат, сен қандай мамандықты таңдадың? Мен мұғалім мамандығын таңдаймын. Бұл мамандық туралы жалпы ақпарат бере аласың ба? Мұғалім жалпы балаларға білім беріп, оларды тәрбиелеп, болашақта қоғамға пайдасын тигізетін ең қажетті мамандықтардың бірі. Бұл мамандықты таңдаудағы мақсатың қандай? Менің мақсатым оқушыларға сапалы білім беру және олардың білімге деген құштарлығын ояту. Осындай мақсатқа жету үшін не істеу керек деп ойлайсың? Әрине сабақты жақсы оқу керек, педагогикалық университеттен білім алу, ең бастысы балалармен танысу керек. Саған мұғалім мамандығы неге ұнайды? Маған бұл мамандықтың ұнайтын себебі мен оқушылармен жұмыс жасағанды жақсы көремін, олардың дамуы мен үшін үлкен қуаныш. Сенің сұхбатыңа рахмет. Мен 9 сынып оқушысымын. Олар сенің таңдаған мамандығың қандай? Менің таңдаған мамандығым энергетика мамандығы. Бұл электр энергиясын өндіру және өткізу және пайдалануды қамтамасыз ететін өте маңызды және сұранысқа ие сала. Бұл мамандықты таңдаған мақсатың не? Мақсатым электр энергиясын қауіпсіз, үздіксіз және тиімді өндіру мен жеткізуді қамтамасыз ету. Осы мақсатқа жету үшін не істеу керек деп ойлайсың? Техникалық білім, математика, физиканы меңгеру, жауапкершілік тәжірибе және қауіпсіздік ережелерін білу. Сәлем, менің атым Қуаныш Нұрислам Амангелдіұлы. Мен 9 сыныбында оқимын. Нұрислам, сенің болашақта таңдаған мамандығың қандай? Менің таңдаған мамандығым прокурор. Бұл заңның сақталуын қадағалайтын өте жауапты мамандықтардың бірі. Сен осы мамандықты таңдау барысында мақсатың қандай? Менің мақсатым әділ әрі адал заң қызметкері болып, қоғамға пайдам қызмет ету. Өзіңнің болашақ мамандығына жету үшін не істеу керек және қалай жету керек деп ойлайсың? Бұл мамандыққа жету үшін жүйелі білім алып, заң саласын терең меңгеру мен логикалық ойлау қабілеті өте маңызды. Сенің осы таңдаған мамандығың саған несімен ұнайды? Маған бұл мамандық адамдарға көмектесуге және әділдікті сақтаумен ұнайды. Міне осылай мен өз достарымнан болашақ мамандықтар туралы мәлімет жинадым. Біздің сұхбат видеожамыз осылай жалғасын табады. Біз сіздермен қоштаспаймыз.